Бәріңізге сәлем. Бүгін менен классикалық бисквиттің рецептін қабыл алыңыздар. Ол үшін алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын екі бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Жұмыртқаның ақ уызын салатын ыдысымыз өте құрғақ болу керек. Қаласаңыздар қағаз сүрткішпен сүртіп алғандарыңыз жөн. Және де сары уыздың бір тамшысы да ақ уызға түспеуі керек. Егер түсіп кеткен жағдайда біздің бисквитіміз көтерілмей қалуы әбден мүмкін. Және бір шымшым тұзды салып, миксердің ең баяу жылдамдығында миксерлейміз. Ақ уыз осылай көпірген кезде қанттың жартысын сары уызға қосып, қалған бөлігін аз мөлшерден қосып отырып, миксердің жылдамдығын күшейтеміз. Ақ уыз әбден пена болғанша араластырамыз және миксердің венчиктің ізі қалуы керек. Осылай төңкерген кезде массамыз төгілмеуі керек. Енді жұмыртқаның сарысына қантымызды қосып, әбден аппақ болып көпіргенге дейін миксерлейміз. Дайын болған сары уызға ұн мен жұмыртқаның ағын 2-3 бөлікке бөліп отырып қосамыз. Ұнды шама келгенше електен өткізіп салған дұрыс, сол кезде бисквитіміз үлпілдек болып шығады. Және силиконды күрекшемен бір қалыпты астынан жоғарға қарай тез-тез араластырып отырып дайындаймыз. Пергамент қағазын төсеп форманы дайындаймыз. Бұл құрамнан дайындалатын бисквит үшін диаметрі 20-22-24 см формаларға дайындаған дұрыс. Сол кезде біздің бисквитіміз толықтай көтеріледі. Массамызды формаға саламыз. Біркелкі болу үшін бір бағытта айналдырып үстелге сәл ғана ұрғылаймыз. Бисквитті қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіреміз. Пісіп болғаннан кейін пештің қақпағын ашып 10 минуттай ұстаймыз. Бисквиттің дайын болғанын ағаш таяқшамен тексеру керек. Ағаш таяқшамыз құрғақ болса, бисквитіміз дайын деген сөз. Енді формадан шығарып, решеткаға қойып, толықтай суығанға дейін күтеміз. Классикалық бисквит дайын. Бисквитті ортасынан екіге бөліп, өзіміздің қалаған сүйікті кремімізді жағып, тортымызды жинауымызға болады. Шайларыңыз тәтті болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.